онда Дінмұхамед Ахметұлының кенеттен жаңағы жүрек қабынуына ұшырауы, яғни осыған байланысты оған операция жасау қажет болады. Сол кезде Қонаев қанша дегенмен Мәскеуге операция жасатуға іштей сенбейді. Бірақ Мәскеу оған талап қояды. Сен орталық комитеттің мүшесісің. Сондықтан да сен Мәскеудің қарамағындасың. Саған Мәскеу ғана операция жасау керек дегенде Қонаев соған іштей сенімсіздік білдіреді, бірақ ашық айта алмайды. Яғни осындай жағдайда Алматыда өзінің кәдімгі бұрыннан естіп жүрген дәрігер, сол дәрігерді шақырып, кітапта Мұқаш деп беріледі. Сол кейіпкер арқылы сол кісінің өзіне операция жасауын өтінеді. Дәрігер енді өзі алдында суреттеуде солай іштей дінге сенеді, тасбиқ тартады, Құран аударып отырады деген. Яғни жасырын түрде өзінің мұсылмандық жаңағы ішкі діни беріктілігі бар. Лекен сол өзінің ыңғайымен, кәдімгі сөздің ыңғайында Құдай жарылқаса, енді сізге операция жасаймыз деп айтып жатады, Құдай дегеннен кейін тілін тістегендей тоқтап қалады. Сол кезде Димаш айтады: дұрыс айтасың балам, Құдайды бірінші кезекке алу керек. Барлығы жаратқанның Құдайдың қолында дейді. Осы диалогтан Димаштың образы ашылып отыр. Көрдіңіз ба? Яғни кеңестік идеологияның тоталитарлық заманның көзінде ішкі наным сенім бергенде ол өзінің исламға, Құдайға деген, Аллаға деген толық сенімінің бар екендігін білдіреді.